Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен Excel кітабынан 7-ші сыныптағы 32-ші беттегі Present Perfect Use of English to Stay Be тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада айтады, мына жай ғана ережені түсіндіру қажет. Апайларың да түсіндіреді деп ойлаймын. Өзім де бір түсіндіріп кетейін. Бастадық. Бұл бізде Present Perfect, яғни қолдану мысалға I, you, we, they-ден кейін have және verb 3 тұруы қажет, иә? Verb 3 яғни verb 3-ші форма, және he-she-ден кейін has-ден кейін verb 3-ші форма тұруы қажет. Ол міндетті ереже. Болымсыз түрі haven't, hasn't-тен кейін verb 3 тұрады, яғни 3-ші формадағы етістік. Қай кезде қолданамыз? We use present perfect for action to start in the past and continue up to the present. Яғни өткен шақта басталып, әлі күнге дейін жалғасып жатқан іс-әрекеттерде қолданамыз. They have been friends for 5 years. Олар 5 жылдан бері дос болып келе жатыр, яғни достықтары мысалға 1-ші сыныпта бастады да, қазір әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр 6-ші сыныпқа дейін. An action is happened at the unstarted time in the past and its results are visible in the present. Яғни өткен шақта басталып, результаты қазір белгілі және результатын білеміз. Мысалға, she has broken her leg. Яғни бізге белгісіз оның қашан екендігі, бірақ нәтижесінде оның аяғы сынық екені белгілі. Experience, яғни тәжірибелерде қолданамыз. Мысалға, he has traveled to Rome twice. Ол Римге 2 рет саяхаттады. Яғни тәжірибе 2 рет саяхаттағаны туралы айтып тұр. Көмекші сөздері since, for, yet, just, already, ever, never, this week. Яғни бері, бойы, әлі де, кезден, уже, когда-либо, ешқашан, және в этой неделе, осы аптада деген көмекші сөздері бар. Екінші тапсырмада бізде етістіктің, яғни verb деген етістік қой, балалар, сол verb'тің 2 формасы туралы айтылған. Яғни бірінші формасы ол regular, яғни дұрыс етістіктер, екінші формасы ол irregular, бұрыс етістіктер туралы. Дұрыс етістік дегеніміз ол иде жалғанатын етістіктер, яғни арнайы тізімде жоқ етістіктерді айтамыз. Ал бұрыс irregular етістіктер дегеніміз ол бірімен өзгеріп кететін, немесе өзгеріссіз етістіктерді айтамыз. Мысалға, cut деген ол 3 формада жатыр, cut болып қалады. Мына жақта бізде 3-ші формасы берілген, бастап көрейік. Break ол 3-ші формада broken болып кетеді, яғни ол irregular. Eat ол 3-ші формада eaten болып кетеді, яғни ол irregular. Travel ол 3-ші формада иде жалғаны, сондықтан ол regular. Be 3-ші формада been, irregular. Win 3-ші формада won, irregular. Go 3-ші формада gone, irregular. Leave it болып кетеді, олар regular. Fly 3-ші формада flown, irregular. Learn 3-ші формада learned, irregular. Take 3-ші формада taken, irregular болады. Жалпы түсінікті деп ойлаймын, яғни иде жалғанатының барлығы бізде regular, ал иде жалғанбай тізімдейтін бар етістіктер, ол бізде irregular, яғни бұрыс етістіктер. 3-ші тапсырмаға келдік. 3-ші тапсырмада айтады бізге мына берілген етістіктерді дұрыс формада, дұрыс ретпен мына жерге орналастыруымыз қажет. Қараймыз, мына жерде балалар, мен we деп жіберіппін, негізі they болу керек. They have taken a lot of museums so far. Олар көптеген, мына жерде көрініп тұр деп ойлаймын. Яғни бірде have taken болады, екіде Asel has flown for Boeing 747 twice, яғни әсел ұшты Боиңға 743 рет, яғни бұл жерде өзінің тәжірибесі туралы бөлісіп experience. He has learned to play the piano. Ол әйтеуір үйренді пианино тартуды. Бізге маңызды емес оны қашан бастағандығы, бізге маңыздысы то, что оның пианино тартып үйренгені. 4. We have won the gold competition twice. Біз жеңдік алтынды жарыста 2 рет. Бұл жерде тәжірибе, яғни қанша рет жеңгендігі туралы айтып тұр. He has gone to Spain this year. Ол кетті Испанияға осы жылы. Яғни қашан басталғандығы өткен шақта басталды, қазір жалғасы бар. Дамир and Берик have gone to the beach. Яғни Дамир мен Берик бізде жағажайға кетті. Қашан басталғандығы маңызды емес, бірақ результатында қазір кеткендігі белгілі. 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырма өте оңай. Look at the table and complete the sentence. Яғни психикалар тұрса болымды болу керек, мына X тұрса болымсыз болу керек. Мысалы қараймыз.
Санжар hasn't slept in that night. Санжар болу керек иә балалар, мына жерде Сауран екен иә, Санжар екен бала бүгін. Міне Санжар ұйықтамады тентта дейді. Иә, қараңдар балалар, Санжар ұйықтады деп тұр ғой. Менің мына жерімде қате екен, сендерде дұрысы тұр міне. Мына жерде менікінде қателесіп кетті, мына жерге қараймыз. Санжар ұйықтамады тентта, иә, яғни шатырда ұйықтамады, ол дұрыс. Go bungee jumping. Bungee jumpingге бізде Женя бармады, Рауан, Сауран бармаған екен, иә, сонда Женя and Сауран haven't gone bungee jumping. Мына жерде Женя мен Рауан ұйықтады палаткаде. Иә, балалар түсінікті болып жатыр деймін. Мысалға, Женя and Санжар haven't run in marathon. Яғни міне Женя мен Санжарға қараймыз. Женя мен Санжар марафон жүгірмепті, әрі қарай. Есте, Женя hasn't tried Indian food. Яғни индиялық тамақты Женя жеген жоқ міне. Женя hasn't tried. Яғни Женя жемеді индиялық тамақты. Рауан мен Санжар have tried Indian food. Яғни Рауан мен Санжар индиялық тағамды жеді дейді. Енді мына жақта би тапсырмасын орындайық. Би тапсырмасында сендерге бүйтеді I've slept in a tent деп жазамыз. Қашан қай кезде істегенімді өзің туралы жазу қажет. Сенің не жасағанды I've slept in a tent. Мен шатырда ұйықтадым. I've never gone bungee jumping. Мен ешқашан bungee jumpingге барған жоқпын. I've tried Indian food. Мен индиялық тамақты байқап көрдім. I've never run marathon. Мен ешқашан марафон жүгірмедім. Яғни тура мынау секілді осы берілген сөздерге өзің туралы жазып шықты. Енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада now we do it perfect interrogative. Яғни сұрақ жасауымыз қажет. Мұны мен саған жасап қойдым. Have you played well? Yes, I have. No, I haven't. Have she eaten yet? Yes, she has. No, she hasn't. Балалар, ол өте оңай. Біз мынаның болмысын жасаған кезде, мысалға біз былай жасаймыз, I have played деп, иә? I have played деп мысал ретінде айтып жатырмын да. Бұл кезде просто мына біздің have-ымыз алдына шығып келе салады. Subject-тің ешқандай қиындық жоқ. Мысалға she has eaten болса, мына біздің болмыс сөзіміз she has eaten ғой. Енді сол сұрақ қойғымыз келсе, мына has-ымыз просто алдына шығып кетті. Has she eaten? Yes, she has. No, she hasn't. Егер сұрақ has-дан басталса, жауап has болады. Егер сұрақ have-дан басталса, жауап haven't болады. Жалпы сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Goodbye, have a nice day.